Халықтар достығы үйінде жауынгер қазақстандықтар Сталинград үшін шайқаста сапарлық көрмесі ашылды. Сталинградтық шайқас мұражай қорығы қорының фотосуреттері мен материалдары Волгоград қаласы арнайы қазақстандық көрермен үшін Қазақстан Республикасындағы Ресейлік бірлескен қызмет өкілдігінің бастамасымен Ресей Федерациясы елшілігінің қолдауында елбасы кітапханасының мәдениет арқылы диалог халықаралық жобасы аясында дайындалған. Көрмесі шынайы құжаттарға және күллі адамзат тарихында екінші әлем соғысы барысында күйретуші болған шайқастың қатысушыларының куәландырмелеріне негізделеді. Бұл көрме символикалық, өйткені 2 қыркүйек екінші әлем соғысының аяқталған күні. Бұл жеңіс біздің ортақ жеңісіміз. Себебі ондаған миллион қаза болғандардың арасында орыстарда, қазақтарда, қырғыздарда болған. Соғысқа 1,200,000 Қазақстан тұрғындары аттанған. Сталинградтық шайқас көрмесінде әрине көптеген шайқасқандар көрсетілмеген, оны жақсы түсінеміз. Көрме материалдары тек Ұлы Отан соғысы ғана емес, 17 шілде 1942 жылдан 2 ақпан 1943 жылға дейін жалғасқан бүкіл екінші әлем соғысының ең қантөгіс шайқастарының бірінің тарихымен таныстырады. Бұл шайқастағы жеңіс Ұлы Отан соғысында түбегейлі күйрейтуге жетуге мүмкіндік берді. Сталинград шайқасындағы отан үшін айбынды шайқасқан 500 мыңға жуық адам қаза тапқан. Олардың арасында Кеңес одағының күллі көпұлтты халқының өкілдері, оның ішінде қазақстандықтар да болған. Сталинградтық шайқас мұражай қорығының қызметкерлері тиянақты дайындаған бірегей мұрағаттық материалдар шайқастың қаһармандары жайлы әңгімелейді. Оларды жақынырақ тануға, әрі тұлғаларының көлеміне тағы да таңдануға мүмкіндік береді. Бұл көрменің бірегейлігі неде? Біріншіден, көрме интерактивтік. Көрменің атауын жазып, жеңіс.kz сайтына көруге болады. Бұл жобаны Ресейлік бірлескен қызмет және Ресей Федерациясы Қазақстанның тұңғыш президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың қолдауымен дайындаған. Волгоградтық мұражай қорық осы көрмені барлық жерде көрсетуімізге жәрдемдесті. Тек Қазақстанда ғана емес, тмд елдерінде де. Біздің бейбіт өміріміз үшін, гүлденуіміз үшін барын салған тұлғаларды мақтан тұтамыз. Ұйымдастырушылар тұңғыш президент Нұрсұлтан Назарбаевтың талмас күшімен азаматтық позициясының арқасында Қазақстан мен Ресей халықтарының тарихи естелігінің бір тұтастығы, тәуелсіздік және гүлдену дәуірінде тұратын ұрпақтардың құндылығына айналғанын атап айтты. Жауынгер қазақстандықтар Сталинград үшін шайқаста көрмесі ұлы жеңіске үлес қосқан халықтардың тарихи естелігіне деген құрметтің жоғары дәрежесін білдіреді.